Үйлену тұрмыс құру деген келісімнің астында дейді. Ол шахуатты қандыру деген ұғым жоқ дейді. Мақсат ол емес дейді оны. Ойбай, мен өліп барам, дереу неке қиюым керек. Ойбай, не үшін? Үйленуім керек. Немесе мен тұрмыс құруым керек. Не үшін? Ойбай, мен шыдай алмай жатырмын. Айналайына ол үшін құрылмайтын үйлену деген. Ол мақсатта болмайды ол. Соны айтады, ләйсәл мақсуд бихадал қада шахуа. Сондықтан ол жердегі үйленудің астында дейді, ол шахуатты басу тұрған жоқ. Өйткені ол негізгі мақсат емес. Дұрыс, оның астында бар ол мағына. Зинаға түсіп қалу қаупі болса, Алла сақтасын, күнәға түсіп қалу қаупі болса, оған жақсы үйленіп алу керек болады. Дұрыс, ана нәрсені басады. Бірақ үйленудің мақсаты ол ғана емес, оның астында үлкен мағына бар. Ол деген жаңа мейірімділік, рақымдылық бар. Екеу бір-бірінде жасау керек. Барған кезде демалу керексің сен. Алайда дұрыс, ол шахуатты басу негізгі мақсат емес үйленудің да. Бірақ Алла тағала ол жерге сол нәрсені де қойды. Енді ерлі зайыпты болғаннан кейін, екеуі жаңағы адам болғаннан кейін, пенде болғаннан кейін, екі тарапта да шахуат болғаннан кейін, енді не істеу? Соны басу керек. Ол да сол бір үйленудің астында тұрған нәрсе, бірақ ол негізгі нәрсесі емес. Біз осы нәрседе, сондықтан көрдіңіз, бізде қателесетін нәрсені біз әйел адамның, мысалы әйел адам тарапынан, ер бала тарапынан, болмаса қыз бала тарапынан болған кезде жаңағы не істейді, оның фигурасына қызығады. Дене мүсініне, бойы ұзынына, тағысын тағы. А негізіндегі мақсат ол емес. Негізгі мақсат саған дұрыс жар болу, және саған сапалы ұрпақ алып келу. Және сол ұрпаққа сапалы ол тәрбие береді. Осы мақсатта алу керек ол. Оны жаңағы біреуге мақтанышымыз, ойбай, бәленшенің қатын бойы керемет екен, фигурасы ат екен деп ол үшін алмайды адам оны. Көріне, болмаса жаңағы қыз бар, ойбай, мына жігіттің машинасы күшті екен, үйі күшті екен, мықты киінеді екен, денесі мускулисті күшті екен деп. Жоқ, ондай мағына емес. Ол сол жаңағы саған оған жары, екеуі бір-біріне серік бола алатын, екеуі бір-бірінен қанағат таба алатын, екеуі бір-біріне мейірімді бола алатын, сөйтіп содан дұрыс ұрпақ шығатын. Сол секілді осы нәрселер қаралады бұл жерде. Өйткені оның астында жаңағы бір, главный балам үйленді, болмаса қызым тұрмысқа шықты деген ғана әңгіме емес ол. Болмаса жаңағыдай қазіргіде Алла сақтасын, жаңа лежбе біреуден бала тауып алсам болды деген сияқты отырып қалған адамдардың әңгімесі, ол да дұрыс емес. Бұл негізгі отбасын құру, үйлену деген нәрсенің шеңберінен шығып кеткен нәрселер болар. Алла сақтасын. Сондықтан міне шариғатымыз жастай үйлену, жастай тұрмысқа шығу, қыз 5 нәрсені асығыңда деген соның бір қызды тұрмысқа беру. Түсінсіздер ме? Сондықтан ол арада сезім болу. Сондықтан Алла Субхана тағала не деді? Көңіліңе жаққан мә таба. Сол кезде сүйіспеншілік болады. Сүйіспеншілік болған кезде о жерден күшті бала шығады. Сондықтан Алла Субхана тағала не дейді? Фанкиху мә таба. Көңіліңе жаққан, саған ұнаған, сол кезде барып сенің анаған деген, ананың саған деген рақымы ояну мүмкін да, негізгі Алланың қойған нәрсесі. Ол болмаған жағдайда ол отбасында береке болмайды. Сондықтан біз жаңа қыз бала мен ұл бала бір-бірін ұнатқан болу керек. Жүрекпен қалаған болу керек. Біздің тілмен айтқанда махаббат болу керек.